600 мың теңгеңізді мүмкін топ болып жинап берерміз. Жоқ, Диана ханым. Егер шынымен де қалтаңызға сол ақша қажеттілік жасап жатса. Жоқ, Диана ханым, не үшін қазір маған үйтіп айтып жатсыз? Енді Мөлдір маған айтты. Өткені Мөлдір жылап сөйтіп айта салады ғой, енді әңгіменің барлығы ақшамен басталып отыр ғой. Енді Тима, сіздің мен жаңа парақшаңызды да қарап шықтым. Қызбен олай сіздің санасқаныңыз жігіттікке сай емес. Диана ханым, мен Мөлдірдің фан парақшаларына еркекті ер деп сыйламайтын, мені басқаша тілдейтін қыздарды я мен сөйтем бүйтем, енді ер азаматтығыңызға сын болар, Тима. Диана ханым, когда в отношениях, ұрыстар болады, правильно? Она говорит про то, біз ұрысқан кезде, жұп болып жүрген кезде болған әңгімені айтып жатыр. Ал мен қазіргі әңгімені айтып жатыр. Біз жұп болып жүрген кезде мен не жасамадым? Диана ханым, бір жамандық жасадым ба? Все у нас же хорошо было, я все делал искренне. Біз ол кезде наоборот, оны күліп еске алатын сәттерді сен наоборот былықтырып, қазір жылап бір абырой көріп жатсың. Диана ханым, осы жерде мен айта кетсем бола ма? Мен жынданып үйтіп айтқаным бар. Мөлдір ғана туралы емес, мен туралы да сөйтіп айтқан алдында өзіме келіп, саған да осындай ақша кетсе деп. Тимур, сен бар ғой, ешқашан өзің мойындамайтын адамсың. Мөлдірдің айтқаны шын, өйткені бар ғой, мен шақырдың ғой сен сол кезде караоке ма, сол кезде отырған кезде өзінің жақын подруган бірге араласып жүрген Айдананы айтқан болатынсың маған. Айза, Мөлдір туралы айтып берген болатынсың. Сен артында ашайын ба? Сосын мен отырдым да осылай, мына жігіт дедім. Солардың бәрін айтып жатыр. Ертең кім кепіл мені неше түрлі айтпасқа. Сен ертеңде келесің маған еще саған осындай ақша кетті деген ошаққа бүкіл слух деген сияқтылар таратасың. Конечно, оның жылағаны жылап жатыр. Мен сен түсініп, мен ол қыз түсініп тұрмын да, қазір сен өтірік айтасың. Мына жерде ойнамай қош. Мө деп Диана ханым деп отырмай қош. Шын айтам бар ғой бір. Сен ше в натуре бұзау сияқты отырасың да осындай жерде отырып. На самом деле сен сондайсың, қазір не айтасың енді мына жерде? Ештеңе айтпай қой, бетіңді ашып беріп жатыр. Сабыр. Баянды шақырған кезде адам құсап сеніп айттым, я Айдана менің подругам дедім. Айзамен біз сөйлескенбіз деп айттым. Мөлдір мен сөйлескен. Мен как человеку я открылся и рассказал. Я сен еще айттым, бірге эфир жасайық, сосын мен қайтадан Мөлдірге барам, қайтадан саған келем, қайтадан Мөлдірге барам. Айттың ғой, айттың. Сен каждый қыз туралы маған қалай жүргеніңе сен айтып бергенсің. Айтпақ қойын қазір, маған білесің деп айтқан Диана ханым. Сен үйтіп қоспай қойын. Білем ғой сен қандай Мөлдірдің жылап отқанын мен қазір түсініп отырмын. Осы жерде мен қолдамасам, потому что сен маған айтып бергенсің сол жерде, білесің ба? Отырма. Просто өзін қорғау үшін қазір. Бұзауланып, Тима, ары-қарай алып барудың қажеті жоқ, ол нәрсені біз де білеміз, мен де отырдым ғой сол жерде. Қажет емес, не істейсің? Жаңа ғана саған ескерту айтып кетті, қыз баласымен салғаспай қой, болды, хорошо, сенікі дұрыс деп қоя салған дұрыс болды. Жоқ, енді Диана ханым, білмеймін, мен өйтіп күшті қылып сөйлей алмаймын ғой, қазір енді халық сеніп қалады, Баян сөзіне сеніп қалады, жарайды. Жоқ, Тима, сіз айтып жатырсыз да, мен Мөлдірмен жұп болғанда қандай қиянат жасадым, қандай жамандық. Жұп болғанда сіз өте әдемі жүрдіңіз, күшті жігіттік сондай қадамдарыңызды жасадыңыз. Бірақ дәл осындай кейін, жұп болғаннан кейінгі әрекеттермен сіз жұп болғандағы жақсылықтардың барлығын жуып шайып жатырсыз. Артық әңгіме, жамандау, ол еркекке тән қасиет емес. Диана ханым, кімді мен жамандадым? Мөлдірді? Қалай, кімге жамандадым? Кімге жамандадым мен сен? Былай айтайықшы, негізінде Айша, не деп жамандадым? Айза? Диана ханым, негізінде мен нақты Тиманың Моля туралы жаман айтқанын естімеппін ешқашанда. Мүмкін басқа біреу туралы айтатын шығар, мүмкін білмеймін. Бірақ нақты именно Моля туралы ешқашан жамандамаған. Жігіттермен рекламаға шығамыз да, например, вот мы с ребятами выходим, да, Сұлтан, Ізбасар, сол кезде, может, айтқаным бар шығар, темекі шегіп тұр, мә жігіттер енді осылай да осылай болатыр, мә былай істеп жатыр, мә көнбей жатыр, не үшін осылай деп, как мужик мужику, я им говорю, советы спрашиваю. Мүмкін білмеймін, Шерхан досыма жеткізіп баратын. Мен ешқашан үйтіп жамандамаймын, мен зачем үйтіп жамандам? Тима, мен қай жерден айтып жатырмын? Сіздің микрофонсыз осы жерде Мөлдірдің тарапына айтатын сөздеріңізді. Өткені Диана ханым, біздің жұптық арақатынас бітті, мен Мөлдірдің тарапына ешқашан бірдеңке айтып көрмеппін, пікір. А ол қыз менің намысыма тиетін сөздер айтып жатыр маған, понимаете? Ана бір ретте эфирде отырып не деп айтты? Сен ақшам бар, машинам бар деп жүресің, ештеңкеңде жоқ қой деп. Зачем это? Я в ее сторону что-то сказал? Жоқ, Тимур, сен айтып жатсың ғой, ең бірінші Мөлдір тиісті деп. Ең бірінші ана жерде отырғанда сен тиісіп бастағансың, ақшаға да қараймын десе деп маған қарап мысқылдап күлген едің. Есіңде ма? Или оны да мойындамайсың ба? Енді ол ничего, енді қарайсың, ничего страшного. Ол саған келмейді, енді қарайсың ғой, сен қарайын деп айттың. Ал менің айтқам саған тиіп кетеді екен. Мен сенімен уже салғаласқым келмейді. Сен ешқандай сөзіңді мойындамайсың да, біреуді
600 мың теңгеңізді мүмкін топ болып жинап берерміз. жоқ Диана ханым. Егер шынымен де қалтаңызға сол ақша қажеттілік жасап жатса. Жоқ Диана ханым, не үшін қазір маған үйтіп айтып жатсыз? Енді Мөлдір маған айтты. Өткені Мөлдір жылап сөйтіп айта салады ғой, енді әңгіменің барлығы ақшамен басталып отыр ғой. Енді Тима, сіздің мен жаңа парақшаңызды да қарап шықтым. мен Қызбен олай сіздің санасқаныңыз жігіттікке